Сәлеметсіздер ме? Омардың әңгімелері бүгін де сіздермен бірге. Бүгін сіздерге ата-бабаларымыз айтып кеткен, қиналғанда жаныңызға демеу болар, күш-қуат сыйлайтын, өте керемет нақыл сөздермен бөлісетін боламын. Видео соңына дейін менімен бірге болыңыз. Арнама жазылып алуды ұмытпаңыз. Бір түсінгенім, адамдармен алыстан сыйласқан дұрыс екен. Бір-біріңе ол да сыйлы, сен де сыйлы боласың. Тіліңді тәрбие етуден бұрын жүрегіңді тәрбие ет. Өйткені сөз жүректен келеді, тілден шығады. Гүлге мөлшерінен артық су құйсаңыз, шірейді. Кісіге де мөлшерінен тыс құрмет көрсетсеңіз, құтырады. Кімге мына 5 нәрсе берілсе, ол адам бақытты. Деннің саулығы, сенімді болуы, ризықтың көптігі, мейірімді және сенімді жар, сабырлылық сезімі. Адамдар бір қатеңізден 1000 жақсылығыңызды ұмытып кетеді. Раббымыз бір жақсы ісіміз арқылы 1000 қатемізді кешіреді. Біреуді айыптаған ешқашан дұрыс емес. Себебі айыпталған адамыңның жан дүниесінде не болып жатқанынан бейхабарсың. Қазақ баласын 3 ауыз сөзбен тәрбиелеген. Ят болады, жаман болады, обал болады. Ят болады дегені өлімнен ят күшті, ятты істі істеме дегені. Жаным арымның садағасы дегені еді. Жаман болады дегені жақсы сөз, жарым ырыс, жамандықтан аулақ жүр дегені. Жақсының шарапаты, жаманның кесапаты тиеді деген еді. Обал болады дегені әр нәрсенің сұрауы бар. Саған түкке тұрғысыз болған нәрсе басқа біреуге өте қымбат болуы мүмкін дегені. Ешкімге көлеңкең түспесін дегені еді. Жаман боладыға шақындамай, ят боладыға ұрынбай, обал болады дегенге ойлана қарайтын текті ұл қыздарымыз көп болсын. Құдай не жазса, соны көреміз деу соқырлықтың белгісі. Тағдырдың жазғаны болар деу ақымақтың белгісі. Адам не тілесе, Құдай соны тағдыр қылмақшы. Тікен еккен жерге бидай шықпақшы емес. Адам бақытты болу үшін көп нәрсе керек емес. Өмірлік қамқорлық жолдас, жайлы үй және сүйікті балалары болса жеткілікті. Бірақ көп адам оны кеш түсінеді. Төбе тесік қазанға қанша су құйсаң да толмайды. Ақылы жоқ адамға қанша айтсаң да қонбайды. Сымбатына сын жоқ, ішкі сарайында дым жоқ. Адамдар бар, бетіңе күліп, сыртыңнан жамандайтын, сыйлағанды түсінбейтін, сыйласуды білмейтін, өзгені ренжітіп, өзіне шаң жуытпайтын, ешқашан өз кінәсін мойындай білмейтін, басқаларды ақымақ көріп, өзін ақылды санайтын, үлкенді сыйламайтын, кішіреюді білмейтін. Я Раббым, сол адамдарға сана бере көр. Сен менің киген киімімді көрдің, бірақ жанымды емес. Сен менің атымды білесің, бірақ тағдырымды емес. Сол секілді біреуді ғайбаттап, болмаса өсектеп, адамның тағдырының үстінен күлме. Сен бүгін кімсің? Ертең кім боласың? Бір Аллаға ғана аян. Бұл өмірде істеген нәрселерің алдыңа келмей өлмейсің. Кімге не істедің, сол өзіңе де қайтарын естен шығарма. Өмір алма кезек. Мықты әйел атанғалы жүргенім жоқ, білемін, көргенімнен көрерім көп. Тағдырым сынақта берді, сыйда берді, көтере алмай қайғыға берілгенім жоқ. Бір білерім, мынау жалған дүние бәрі уақытша. Жақсы адамды сыйласаң, сыйыңа бал қосып, тәтті етеді. Жаман адамды сыйласаң, сыйластықты суытып, көңіліңді қатты етеді. Алғашқы үйленген сәтте әйеліңді ерекше жақсы көретін едің. Себебі
Оған әке-шешесі тәрбие берді. Араға біраз уақыт салып, әйелің ұнамай қалды. Себебі сен оны тәрбиеледің. Үйленген кезде бәрі жақсы, жаман әйел қайдан шығады деген сөзді қою керек шығар. Біріншіден, не жаман? Қатынсыз адам бақытсыз. Бақытсыз болсаң, сол жаман. Екіншіден, не жаман? Баласыз адам бағасыз. Бағасыз болсаң, сол жаман. Үшіншіден, не жаман? Малы жоқтың жайы жоқ. Жайсыз болсаң, сол жаман. Төртіншіден, не жаман? Жұрты жоқтың құты жоқ. Құтсыз болсаң, сол жаман. Бәрін айтта бірін айт. Құдайсыз адам имансыз. Имансыз болсаң, сол жаман. Мына өмірдің қызығы бала деймін. Сендер барда болашақтың барына сенемін. Алла бізге сынаққа сынбасын деп, шырақ қылып, сый қылып берген бізге. Мансабың билігіне бәлкім қымбат шығар. Ал бала деген баға жетпес байлық дер едім. Үлкенді сен сыйласаң, кіші сені сыйлайды. Кішіні сен сыйласаң, кісі сені сыйлайды. Бұл өмірде ең керек нәрсе сыйластық пен құрмет. Адам бір нәрсеге қолы жеткенше әрекет етеді. Қолына тиген соң бір жерге ысырып қояды. Шынайы құнын оны жоғалтқанда ғана түсінеді. Балаға берілген бірінші тәрбие ата-анасын, туысын, жолдасын сыйлауға үйретуден басталады. Сіз туралы шындықты айтатын адамдардан кеңес алыңыз. Тіпті оның сөздері сізді ренжітсе де, құр мақтау адамның дамуына, жетістікке жетуіне кері ықпал етеді. Менің бойымда жақсы да, жаман да мінез бар. Жақсы адамға жақсымын, жаман адамға жаманмын. Сыйлағанды бір адамдай сыйлаймын. Сый білмегенге жалынбаймын. Шіріген шөпті мал жақтырмайды. Шіренген адамды ел жақтырмайды. Көргенсізбен жолдас болма, опасызбен сырлас болма. Жақсы көлмен тең, суы тәтті. Жаман шөлмен тең, желі қатты. Адам үшін ең ауыр нәрсе ішіңде бәрі өртеніп жатса да, амалсыз, үнсіз жүру. Үндесең соққы болып тиер, қанжар болып қадалып өзіңе. Тыншы, үнсіз ғана шыдау. Бірде ащы, бірде тәтті өмір деген, сол нәрседен қалады көңіл деген. Сыйластықта болайық жақсыларым, мәңгі өмір ешкімге берілмеген. Өмір бізді ренжітпейді, ренжітетін адамдар. Өмір бізді күйдірмейді, күйдіретін де адамдар. Көңіліңіз қалып жатса, адамның оған барысы. Өмір жай ғана өтіп жатыр. Өмірдің жоқ түк қатысы. Таза болсаң судай бол, бәрін жуып кетірген. Жақсы болсаң жердей бол, бәрімізді өсірген. Жылай-жылай арық қассаң, күле-күле су ішерсің. Бар, барын жейді, ұятсыз арын жейді. Ят кімде болса, иман сонда. Қазаннан қақпақ кетсе, иттен ят кетеді. Ер жігітке өлімнен ят күшті. Бидайдың көкірегін көтергені дақылы жоқтығы. Жігіттің көкірегін көтергені ақылы жоқтығы. Жақсы адам ашуы шай орамал кепкенше. Жаман адам ашуы басы жерге жеткенше. Кедейдің кербезінен сақтан. Қайын енесі жақсы болса, келіні де жақсы. Жақсы енені жаман келін жер қылады. Жақсы келін жаман енені ел қылады. Абысының болса, күндесім жоқ деме. Төркіні тентек келіннің тілі ұзын. Төркіні момын келіннің жібі ұзын. Адамның жақсы болуы тегінде емес. Тәрбиесінде, ақылында, өнер білімінде. Адамға үш алуан адамнан мінез жұғады. Ата-анадан, ұстазынан, құрбысынан. Әсіресе
Олардың қайсысын ең қатты жақсы көрсе, содан көп шығады. Жақсы өмір сүру үшін кешірімді әрі ізетті болу керек. Жайды білмеген жақыннан, жайды білген жат артық. Бір ауылда 1000 туысың болғанша, әр ауылда бір туысың болсын. Біреулер Құдайдан бала тілейді. Ол баланы не қылады? Өлсем, орнымды бассын дейді, артымнан Құран оқысын дейді, қартайған күнімде асырасын дейді. Осыдан басқасы бар ма? 6 аға бірігіп әке болмас, 7 жеңге бірігіп ана болмас. Бірінші әйелді Құдай қосады, екіншісін адам қосады, үшінші әйелді сайтан қосады. Біреу жаныңа жолдас, біреу малыңа жолдас. Сараңды ақшамен жеңерсің, тәкаппарды жалынып жеңерсің, ақымақты қулықпен жеңерсің, дананы шындықпен жеңерсің. Адамдардың ең нашары біреуге басқаша, енді біреуіне басқаша көрінетін 2 жүзді адам. Түзу жүре бермейсің, бұрыласың, байқамай кейбір кезде ұрынасың. Шатаспайтын пенде жоқ жер бетінде, құлағандар орнынан тұрып алсын. Құрметті көрермен, ана тіліміздегі арнаны қолдай отырыңыз. Назарыңызға көп рахмет. Лайк басып, өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз. Аман сау болыңыз.